жаза бастады ма? По-моему, все нормально. Кішкене жел тұрып, мынау солтүстік, мынау батыс, мынау шығыс, оңтүстік батыс. В общем, жел қанша екенін қайдам әйтеуір. Енді бесон кемінде енді 3-4 метр секундын айдап жатыр ғой. Мынау жалғыз доңғалақта электр көлік туралы не қыл дейміз. Енді осылай мінезінде жүре бересің. Міне қажан күштік еді. Вот. Бұл өзің осы дөңгелекке мінгеннен кейін әбден үйренгеннен кейін бұл сен миыңа тікелей байланысты. Өйткені сен қалай тоқтайын десең, міне тоқта. Алға жүрем десең, алға жүресің. Өзім бұл сен тікелей аяғын жалғасы сияқты нәрсе. Ал енді қазақша каналын ашпақшы ойым бар. Ашып та қойдым, бірақ енді жазылғандар аз ба. Мына жағын өтейік. Жол ережесін сақтап жүрейік. Біз арбаға мінгеннен кейін жол ережесі, біз көлікпіз ғой, көлік. Сондықтан жол ережесін, жол жүріс ережесін сақтауымыз керек. Бұл жалғыз доңғалақты арба, американ өнерпаз ойлап тапты. Содан идеясын Қытай өнеркәсіпшілері өзіне алып алып, Қытайда интеллектуалды меншікке онша қатты қарамайды. Сен дереу өздерінің меншігін үкімет жағы орындарына бірден тіркеп алады, тіркеу орындарына. Содан өздері шығара бастайды. Сондықтан олар басқа елдерге қарамайды, өйткені өте үлкен ел. Сөйтіп өздері шығара береді. Ал мысалға Ресейге кірер кезде жоқта жағы Қытайдың басқа елдің меншігі ретінде қаралады да. Ешқандай ешқандай кедергі жасамайды да, айтатын сол. Ал енді қазақша каналына келетін болсақ, бұл қазақ тілі кезінде дамыған. Бірақ енді осы кеңес өкімет
әбден өзінің орыс тілін қатты итермелеп, кеудесінен тіреп қазақ тілі, жаңағы басқа тілдерді. Қазір тіпті мектеп, мысалға мынау Ресей құрамасында, федерациялық құрамасында татарлар өзінің президентінің, мынау президент деген атынан да айырылды. Ал тіл міндетті түрде неге мектепте татар тілін міндетті түрде оқуы онда шегеріп тастады. Сондықтан қазір сөйтіп жаңағы татар тілінде қазіргі мысалы заманауи кезде де татар тілін сөйтіп шектеуде. Қазақ тілі кезінде қатты шектелді. Өйткені мектептер мысалы мен оқыған қалада 7 орыс мектеп болды. Ал қазақ мектебі тек қана біреу. Сондай ол мектептен басталады шектеу. Ал нені айтпай-ақ қояйық, жаңағы балабақшасын. Балабақшасы тіпті қазақша болмағанда шығар. Жаңағы бала күтетіндер жаңағы орысша. Ал мейлі қазір мына жерде жолдан өтіп алайық. Мынау төте жол. Көлденең жолдан қалай өтемін? Өй атаңын әлет. Бір жаманда. Мынау жол айырылығына келген кезде жаңағы шамын жағатта мыняға бұрыланды. Сен алдын ала 100 метр, 200 метр алдында жақсаң нең кетеді? Міне осындай кеңкелес. Мен кішкене бұлай сақтанып келе жатқан себебім, өйткені мынау көзілдірік тақпаймын да айдаған кезде. Көзілдірік таққаннан кейін кішкене бұлай ыңғайсыздау. Сондықтан қазір бір жана мынау қолымда не ұстап келе жатырмын. Мынау мәшіне ұйықтағанына енді біраз уақыт болды, бірер жыл. Сол енді бір жанан сол ауру кетсе де адамның үйренген несі қалмайды дейді ғой. Өзімнің қазақшамда онша болмай қалыпты ғой. Бүгін сөйлейін десем тіліміз күрмеліп тұрады. Содан жаңағы қазақ тілі әр жерде жаңағында осындай тежеу, әр жерде сондай шектеу, әр жерде сондай жаңағы жағдай болғаннан кейін қазақ тілін қазір қазақтың өзі де сөйлеуге шорқақтау.
Енді бұл бір жағынан жаңағы адам өзіне де байланысты. Көп адамдар білімді, ал енді өзіміз білеміз, арамызда ондайлар да көп, кітап оқымайтын адамдар да аз емес. Олардың жаңағы тілдері кішкене жаңағы нелеуді тілі кедейлеу. Содан кейін мынау арасына арасына жаңағы не орыс тілі кіріп кетсе де, соны жұрт сөйлегеннен кейін бұл өз ол тілде ол сөздерді қолдана береді да үйреншікті болады. Осындай. Мен үш жерде де жаңағы не осы жерде де Google'ды кездестіргем. Енді сол каналдың енді мен ақтық демім, ақтық қаным деген сияқты жаңағы сондай бір нәрсе да жаңағы. Әйтеуір бір қарманып қалу да біздікі мынау қазақ тілін. Мен шетелде жүрмін. Сондықтан Ресей деген шетел ғой. Сондықтан жерде жүрсем де, бірақ ада бір не қытайша, ағылшынша бір канал ашып жүргізем ба деген ойларым бар. Өйткені ол солар арқылы мен өзіме қазақ тілін оқитын оқушылар былай жинамақшымын. Мынау не трамвай жолы. Енді мынау үлкен трасса ғой. Сол енді қазақша каналды игеріп деген сияқты адам көбейді. Деген қызығушылық. Тудырсам ба деген ойларда жаңағы өз тілім. Бірақ мен стилім да стиль. Мен стилім онша емес сияқты да. Мен бір осындай бір дөңгелек айдап бір әңгімелейтін бір жігітті білуші едім. Енді оның орысша сөйледі. Бірақ енді стилі қызықта, әзілді қосып жағы сөйтіп сөйлейді. Біздің енді әзіліміз жай қарапайым сөзбен айтып отырдым да осыны әңгімелерін бәрін. Сондықтан енді асып барылыққанның ішінде де жоқ. Олып бір жерден бір су ағып жатыр екен өзі.
жазып жатыр ма, жазып жатқан жоқ па? Жазып жатқан сияқты. Мына жерде Ашан деген сауда орталығы болған. Қазір Спутник Оскол деп аталады. В общем, осы жерде біраз азық-түлік алу үшін келемін. Алдымызда тұр. Қазір соны бір көрсетіп берейін. Бұғанда өте үлкен не керек та, жаңа энергия керек екен. Мейлі, жарайды. Ничего,